Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тілі сабағы басталды. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз биологиялық алуан түрлілігі. Оқу мақсаты перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау. Коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу. Бірінші тапсырма берілген термин сөздің анықтамасын жазыңыздар. Үшінші тапсырма оқулықтың 93 бетіндегі көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, жазып, ол сөздердің қай сөз табы екенін анықтаңыздар. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз бастауыш. Бастауыш дегеніміз екі негізді сөйлемдегі бас мүшенің бірі. Сөйлемде айтылған ойға негіз болатын, баяндауыш арқылы айтылған қимылдың не басқа сапаның иесі болатын мүшені бастауыш дейміз. Бастауышқа тән белгілер: сөйлемдегі бас мүше құрылымдық жағынан басқа мүшелерге тәуелсіз, сөйлемде атау септігі тұлғасында қолданылады, сөйлемдегі орны баяндауыштың алды, айтылған ойдың, қимылдың субъектісі не болмаса иесі болады.